Құрметті әріптестер, біз жалғастырамыз. Сіздер экранды қазір көрген болып отырсыздар. Сіздер қазір экранды көрген болуыңыз керек. Енді біз бұған дейін жаңа бір курс аштық математикадан. Оқушылардың тізімін тіркедік. Олардың жұмыстарын да жүктедік. Платформа біздің оқушылардың аттары мен олардың базадағы аккаунттарын сәйкестендірді. Енді біз уже бағалау процесінің өзіне келе жатырмыз. Енді қараңыздар, міне келесі қадам мына жақта grade submissions деп тұр. Яғни олардың жіберген жұмыстарын бағалау, тапсырмаларды бағалау. Енді бізде мына жерде 3 негізгі сұрақ болып тұр. Question 1, 2 and 3. Мына жерде ұпайлары бар и прогресс. Әзірше мен әлі ештеңені бастамадым, сол үшін бәрі 0% тұр. Енді мына жерде төменде next question деп басам. Next question'ды басқан кезде ішіне кірем. Енді мына жерде сразу маған екі түрлі вариант ұсынып отыр, қараңыздар. Мен балалардың жұмыстарын сразу мына жерде жеке-жеке көрсетіп отыр. Превью деген предпросмотр. Мен балалардың оқушыларын жеке-жеке қарастыра аламын. Мысалы, мен қазір тек бірінші сұрақтың ғана жауаптарын тексеретін боламын. Мен әр баланыкін жеке-жеке қарастырсам болады. Немесе мен группа қылып бірақ сразу бағалай алатын боламын. Жеке-жеке бағалау дегенді біз бағана ең басында көрген едік. Ол жерде ешқандай бір құпия жоқ. Сіз әр баланың жұмысын жеке бір-бірден бағалайтын боласыз. Мен сіздерге қазір екінші методты көрсетейін. Осы жерде как раз бағанағы жасанды интеллекттің күшін осы жерде көретін боламыз. Енді қараңыздар. Мына жерде не дейді? Егер де біз индивидуально жеке-жеке бағалайтын болсақ, астында бізге подсказка беріп отыр. Grade individually, skip grouping дейді. То есть топтауды группаларға бөлуді егер біз өткізіп, жеке-жеке бағалайтын болсақ. Work for all types of questions. Бұл кез келген тапсырма түріне жарамды дейді. Manually grade each answer to this question. Manually деген қолмен деген сөз. Қолмен әр баланың әр жауабын бағалаңыз дейді. Осы сұрақ үшін, бірінші сұрақ үшін. Егер де мен группамен таңдайтын болсам, мына жерде не дейді? Manually grouped not assisted дейді. То есть біріншісі, мен өзім бірінші бүкіл жауаптарды группаларға бөліп тастай аламын. Одан кейін не дейді? Use this if your question type is not currently supported or if the suggested groups are not helpful. Яғни ол өзі группаларға бөледі. Егер ол бөле алмаған болса, мен өзім бөле алатын боламын. Кейде жасанды интеллект қателесуі мүмкін. Көбіне бірақ дұрыс топтарға бөледі, бірақ кейде қате болатын болса, онда біз өзіміз кейбір жерлерін түзетсек болады. Енді мына жерде не дейді? Біз группалауды бөлсек, мына жерде бірнеше варианттарды бізден сұрайды. Мысалы, мына жерде AI assists with recognizing дейді. Жасанды интеллект бізге ассистент болып көмектесе алады. Recognizing деген бір тану. Қандай танулармен? Blank answers only дейді. Яғни балалар еш жауап бермеген болса, сол кезде осыны көре алатын болады. Multiple choice marks. Multiple choice деген бұл тест түрі. Яғни сізде бір сұрақтың бірнеше жауап варианттары болады, и бала біреуін немесе бірнешеуін таңдайды. Егер сіздің мысалы емтиханыңыз сондай болса, тест түрінде болса, онда осыны белгілесеңіз болады. Math fill in the blank дейді. Математикада сізде бір бос орын қалады, сол жерді толтыру керек болса, осыны таңдайсыз. Text fill in the blanks. Бұл бір мәтін, бір тексттің ішінде айталық кейбір сөздер бос болады. Сол жерлерді балалар өздері толтыру керек. Ол үшін мынаны таңдайсыздар. Енді былай істейік. Енді қараңыздар, мына жерде grading method дейді. Біздің бағалау методымызды біз егер мынаны басатын болсақ, тура осы метод қалған барлық сұрақтарға да тура осы методты қолдан деп белгілейміз. Менде 3 сұрақтың барлығы бірдей форматта болғаннан кейін мен осыны таңдаймын. Енді мына жерде manually grouping дейді. Давайте мен сізге процесті көрсету үшін бірінші қолмен көрсетейін. Бірақ егер де сіз бұны уже бір жасап көргеннен үйренгеннен кейін жасанды интеллект те сіздің орныңызға осының бәрін істей алатын болады. Ал кеттік. Review groups дейді. Енді қараңыздар, бірінші сұраққа енді менде 5-ақ оқушы болғаннан кейін 5 түрлі вариант келді. Мына жерде байқап отырсыздар ғой,
біз балалардың бүкіл жауаптарын сразу бір бетте көре аламыз. Өте ыңғайлы. Енді мен әлі бағалауға кірмедім. Мен тек топтарға бөлем қазір осы жауаптарды, группаларға бөлем. Енді қараңыздар, мен сразу нені байқаймын? Мына жерде мына оқушының жауабы 2/5. 5-тен 2. Мына жерде 3-тен 2, мынау 5-тен 2, мынау 1.5, 1,5, мынау 5-тен 2. Енді мен сразу нені түсінем? Мына 3 варианттың, 3 оқушының жауаптары бірдей болған. Сол үшін мен не істей алам? Мен мынаны белгіледім. Одан кейін мынаны белгіледім. Осы үшеуін аламда create a group деймін. Create a group деген бұлардың бәрін бір группаға қосам. Айталық, бұл группаның аты мен 2/5 деп айта салайын, себебі бұлардың жауаптары 2/5 болды. Окей. Міне, енді менде 3 оқушы 2/5 деген группаның ішінде тұр. Қателеспесем, дұрыс жауапты сол болу керек. Сұрақты бір оқиын. A bag contains 4 red balls and 6 blue balls. Сөмкенің ішінде 4 қызыл доп бар, және де 6 көк доп бар. If you randomly pick one ball, what is the probability that it is red? Егер мен сөмкенің ішін қарамай, қолымды жай соғып, бір допты алатын болсам, ол доптың қызыл болу ықтималдылығы, шансы неше деп тұр. Енді менде жалпы қосқан кезде 10 доп болса, оның 10-нан 4 дұрыс жауап болса, значит, енді қысқартқан кезде 5-тен 2 болып тұр. Демек, мына 3 оқушы дұрыс жауап берді. Мен оны қазір жай ғана біліп отырмын, просто оны мен кейін тексерем, пока оны негізі үйтіп қарамаса да болады. Мен просто өзім бір көрейін дедім. Енді одан кейін мына 2 оқушының жауаптары, олар 2 түрлі. Сол үшін оларды группаларға қосудың қажет жоқ, олар өздері жеке-жеке қала береді. Енді қараңыздар, мен мына жерде негізі бір-бірден таңдадым. Болмаса егер барлығы бірдей болса, бір-бірден басып отырмаймын. Мына жерде select all деген кнопка бар. Соны басқан кезде барлық жауаптарды сразу таңдайтын болады. Бірақ маған қажет жоқ. Енді мына жерден view groups деген кнопканы бассақ, менде бар группалардың бәрін осы жерден көре аламын. Енді әзірше менде тек бір группа ғана бар. Міне, группаның аты 2/5 деп тұр. И оның ішінде 3 адамның жауаптары бар екен. Енді осы жерде, егер де сіз, мысалы, менде 5 адам, бірақ сізде 50 адамның жұмысы, немесе 100 адамның жұмысы бар, сіз группаларды қостыңыз, одан кейін байқадыңыз, сізде, оказывается, 2 группаның жауаптары примерно бірдей екен, просто 2 түрлі жазылған болуы мүмкін. Сіз 2 группаны да бір-біріне қосып жібере аласыз, бір үлкен группа қылып аша аласыз. Ол үшін мына жерде merge groups деген бар. Merge деген 2 группаны қосып жіберу, араластырып жіберу деген сөз. Мына жерде стрелканы қарасаңыздар, 2 группа бүйтіп 2 сызық бір сызыққа қосылғанды көрсетеді. Сөйтіп қоссаңыз да болады. Бірақ мен пока оны істемеймін, себебі менде бір-ақ группа бар. Мен 5 оқушының жұмысымен ғана сізге көрсетемін. Енді мен не істеймін? Мына жерде grade деген кнопка бар. Grade дегенді бассам, бұл grade деген бағалау деген сөз, баға беру. Енді қараңыздар, басқан кезде мына жерден дейді before you grade, бағаламай тұрған кезде осындай бір нәрсені ескереміз дейді. Take a moment to review what you're about to grade. Бастамай тұрып, сен нені бағалайтыныңды бірінші көріп ал дейді. You will grade one group containing 3 answers. Сен бір группаны бағалайсың дейді. Оның ішінде 3 адамның жауаптары бар дейді. То есть мен бір группаны бір рет бағалаймын. Ішіндегі 3 адамды жеке-жеке бағаламай, мен барлық группаны бір рет қана бағалайтын боламын. Одан кейін you will grade 2 ungrouped answers individually. Одан кейін сен 2 группасы жоқ жауаптарды жеке-жеке индивидуально бағалайсың дейді. То есть мені заранее ескеріп отыр. Мен бұның бәрін түсіндім. Continue деймін. Continue жалғастыру. Енді қараңыздар. Мына жерде бұл менде бірінші группа. Міне ең үстінде grading by group деп тұр. То есть біз қазір группаны бағалап жатырмыз. You are grading group 2/5. То есть 2/5 деген группаны мен ашып едім ғой. Сол группаны бағалайын деп жатсың дейді. With 3 submissions. Оның ішінде 3 адамның жұмысы бар дейді. Мына жерде астыға да тоже қарасаңыздар, submissions деп тұр. 1-3 of 5 деп тұр. Яғни жалпы 5 адамның жұмысынан сен 1 мен 1, 2, 3-ті бағалайын деп жатсың дейді. Мына жерде группаның аты сразу жазылып тұр.
Мына жер өте ыңғайлы, менде шатасатын көп нәрсе жоқ деп ойлаймын бұл жерден. Оң жағында біз осы тапсырмаға 40 ұпай берген екенбіз, егер осы тапсырманы бірінші сұрақта дұрыс жауап беретін болса. Енді қараңыздар, мына жерде бірінші бала Мадияр Жәнібек дейді, оның жауабы міне, бұлай есепті шығарған, жауабын 2/5 деп жазған. Енді бұл жауабы дұрыс. Мен бұны тексердім. Мен мына жерге 40 ұпай деп жаздым. Мысалы, 40 деп жаздым. Мына жерге егер қате болатын болса, мен мысалы минус дей аламын. Мысалы, минус 20 ұпай деймін. Мына жерге комментарийге wrong деп жазсам болады. Мысалы, бір сообщение жібере аламын. Бірақ енді бұл бала дұрыс жауап бергеннен кейін мен минусовать етпеймін. Мына жерге де correct деп қайттан жазамын. Correct деген дұрыс деген сөз. Бәрі дұрыс, керемет деген сөз. Енді осы жерде сразу неше түрлі рубрикалар қосуға болады, бірақ әзірше бұл бізге қажет жоқ. Осы жерден жаңа бір группа ашуға болады. Бұл не үшін қажет? Мысалы, сіз бағалау процесінде бір группаның ішіндегі екі оқушының жауаптары екі түрлі екенін байқадыңыз. Бәлкім айталық, жауаптары бірдей, бірақ шешкен кезде шешімінде бір баланың қатесі бар екен. Сол кезде сіз оны бөлек бір группаға лақтырсаңыз болады. Бірақ мен пока онда ештеңе істемеймін, менде бәрі нормально. Мына жерде сіз осы группадағыларға бір комментарий қалдырсаңыз болады, бір кері байланыс қалдырсаңыз болады. Бірақ мен пока ештеңе қалдырмаймын. Мен мына жерге жаздым, correct дедім, бәрі дұрыс дедім, ешқандай ұпай кеспеймін. Бала толығымен 40-тан 40 ұпай алды осы үшін. Енді мен не деймін? Next деймін. Енді қараңыздар, мына жерде next деген бар, келесі. Егер мен келесі дегенді бассам, ол менде екінші адамға өтеді. Бірақ біз әлі осы группаның ішінде боламыз. Егер де мен next ungraded answer деп айтсам, онда келесі әлі бағаланбаған адамға өтетін болам. Одан кейін мына жерде не дейді? Егер мына кнопкаға мышканы әкелетін болсақ, shortcut right arrow деп тұр. Яғни мен клавиатурада оң жақ стрелканы бассам, мен келесі оқушыға өте ыңғайлы болады. Егер де мен келесі бағаланбаған балаға өту үшін мына жерде Z деген кнопканы басам, сонда ол соған лақтырады. Енді әзірше давайте мен келесі балаға өтіп көрейін. Енді қараңыздар, мына жерде байқадыңыздар ма? Сразу мен бағана бірінші баланы ғана бағаладым. Келесіге өткен кезде мен сразу төртінші балаға секіріп кеттім. То есть мен екінші, үшінші балаға қараған да жоқпын, онын көрген де жоқпын. Неге? Себебі 1 мен 2, 3-тің жауаптары бірдей, шешімдері бірдей болғандықтан, олар бір группада ғой. Мен қалған балаларға қарамаймын. Мен біреуіне баға берем, қажет болса кері байланыс комментарий жазам. Болды. Ол сол группаның ішіндегі қалған барлық оқушыларына тура сол бағаны қойып береді, және де тура сол комментариймен кері байланысты жібереді. Мен келесіні қараған кезде мен уже төртінші баланы қарап отырмын. Мен былай айтқан кезде екі баланы уже секіріп өтіп кеттім. Енді мына жерде мен байқаған бойынша бала кішкене қателескен. Сол үшін мен айталық бұл жерде минус 20 дейін. Mistake деп қысқаша жазылайын. Mistake деген қате деген сөз. Мен просто мысал үшін ғана жазып отырмын. Мына жерде астында сіз кейбір сөздерді мысалы форматын өзгерте аласыз. Мысалы айталық, мен mistake дегеннің екі жағына мынандай нәрселер қалдырсам, онда осы сөз жирный шрифтпен болады. Мына астында bold деп тұр. Италик қылу үшін екі шетінен мынандай underscore деп айтады, нижний черточка. Сондай жасаңыз болады. Болмаса код болу үшін мынандай тырнақша сияқты қойсыз. Оның бәрін қоссаңыз болады, бұл уже детальдар. Мен пока оған қатты кірмей қойын. Енді қараңыздар, мен next деймін, мен қазір 5-ші балаға өтем. Неге? Себебі 5-ші бала ол да группаның ішінде емес, оның бағасы одан бөлек. Бұл балада шатасқан, бұл бала қатты шатасты. Сол үшін мен бұл балаға минус 40 деп айтайық. Мысал ретінде.